Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қазақ тілді каналына қолдау білдірсеңіз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. Кеңестік және қазақстандық саясаткер, дипломат. 2019 жылғы маусымнан бері қызметтегі Қазақстанның екінші президенті. Оған қоса Тоқаев Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы. 2022 жылдан бастап Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы 2021-26 жыл. Аманат партиясының төрағасы 2022, екі мерзім Сенат төрағасы 2013-2019, 2007-2011. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары 2011-2013, екі мәрте Қазақстан сыртқы істер министрі 2002-2007, 1994-1999. және бір кез Қазақстан премьер-министрі 1999-2002 жылдары қызметін атқарады. Елде тұрақтылық сақталды да саяси өзгеріс орын алды және жаңа реформалар жүрді. Алайда оған қарамастан Тоқаевтың басшылығы шетелдік және жергілікті ақпарат көздерінен кейде адам құқықтарын бұзған және авторитарлық болып келеді деген сыни пікір көреді. 2022 жылғы Credit Suisse құпия деректерінің жарияланғаны Тоқаевтар отбасының кем дегенде 1998 жылдан бері офшорлық активтерінің күрделі желісін басқарып жатқанын белгілі қылды. Қасым-Жомарт Тоқаев 1953 жылғы 17 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. Әкесі Кемел Тоқайұлы Тоқаев 1923-86 жылдары Ұлы Отан соғысының ардагері, қазақ жазушысы. 20 жасында Киевті азат ету кезінде бір рота автоматшылар командирі болатын. Соғыстан кейін тұңғыш қазақстандық детектив жанрындағы жазушы ретінде қалыптасты. Ұзақ жылдар бойы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің жаршысы журналында редактор болды. Анасы Тұрар Шабарбаева 1931-2000 жылдары Алматы шет тілдері педагогикалық институтында жұмыс істеген. Отбасында бір ұл және екі қыз, Қарлыға 56 жылғы және Қарлығаш 1960 жылғы. Қасым-Жомарт Тоқаевтың атын ата-анасы Қасым Болтаев Тоқаев есімді ағасының құрметіне қойған. Қасым қызыл әскер құрамында соғысқа аттанып, Ржев шайқасында қаза болды. Соғыстан кейін Кемел Тоқаевқа тың игеру бағдарламасына қосқан үлесі үшін медаль берілді. Балалық шағының бір бөлігін Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі Жетісу облысының Қаратал ауданындағы Кәлпе ауылында өткізеді. 1970 жылы Алматы қаласындағы Ильяс Есенберлин атындағы нөмірі 25 мектепті аяқтайды. Мектеп француз тілін тереңдетіп оқытады. 1975 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтын халықаралық қатынастар мамандығы бойынша аяқтады. Сыртқы істер министрлігінің жолдамасымен Кеңес одағының Қытай Халық Республикасындағы елшілігінде диплом алдындағы тағылымдамадан өтеді. Кейін Кеңес одағының Сингапур Республикасындағы елшілігіне жұмысқа жолданады. 1979 жылы КСРО сыртқы істер министрлігінің аппаратында оралды. 1983-84 жылдар аралығында Бейжің тілтану институтында тағылымдамадан өтті. 1984-1985 жылдар аралығында КСРО сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарып, кейіннен Кеңес одағының Қытай Халық Республикасындағы елшілігіне жіберілді. Онда 1991 жылға дейін екінші хатшы, бірінші хатшы және кеңесші лауазымдарында қызмет атқарды. 1989 жылы КСРО хатшысы Михаил Горбачев Қытайға жасаған сапары кезінде Дэн
Сяопинмен болған келіссөздерге аудармашы болды. 1992 жылы Ресей Сыртқы істер министрлігінің демократиялық академиясын тамамдады. 1998 жылы тарих ғылымдарының кандидаты ретінде Қазақстанның сыртқы саясатындағы Азия, Тынық мұхит елдері тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады. Ал 2001 жылы саяси ғылымдар докторы ретінде жаңа жаһандық тәртіп заманында Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Саяси қызметі: Сыртқы істер министрінің орынбасары 92-94 жылдар. 1992 жылғы наурызда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. 1993 жылы ол Қазақстан сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары ретінде қызмет атқарды. 1994 жылғы 13 қазанда Тоқаев Қазақстанның сыртқы істер министрі болып тағайындалды. 1999 жылы наурыз-қазан аралығында Нұрлан Балғымбаев басқарған үкіметте премьер-министрдің орынбасары. Қазақстан премьер-министрі 1999-2002 жылдары. 1999 жылғы наурызда Тоқаев Қазақстан премьер-министрінің орынбасары болып тағайындалды. 99 жылы қазан айында парламенттің қолдауымен және президент жарлығымен Қазақстан премьер-министрі болып сайланды. Премьерлігі тұсында елдің өсімі 2011 жылы 13,5%-ға өссе, инфляция 11,2%-ға азайды. 2001 жылғы 20 қарашада хабар тікелей эфирінде Тоқаев президент Нұрсұлтан Назарбаевты егер өзі интригант деп атаған бірнеше мемлекеттік шенеунікті жұмыстан босатпаса, премьер-министр қызметінен кетемін деп мәлімдеме жасады. Аталған кәсіби емес шенеуніктер қатарында премьер орынбасары Ораз Жандосов, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Алихан Байменов, Павлодар облысының әкімі Ғалымжан Жақиянов және қорғаныс министрінің орынбасары Жаннат Ертілесова болды. Оларды Тоқаев атқарушы билікті орталықсыздандырғысы келеді және демократизацияға кедергі жасап жатыр деген айыптар тақты. Тоқаевтың сөзінен кейін Назарбаев үкіметтің 6 мүшесін, соның ішінде Жандосов, Жақиянов және Ертілесованы қызметтерінен босатты. Сыртқы істер министрі ретінде Тоқаев жаһандық ядролық қару-жарақты таратпау үдерісіне белсенді атсалысты. 1995 және 2005 жылдары ол Нью-Йорктағы ядролық қаруды таратпау туралы шартқа шолу конференцияларына қатысты. 1996 жылы ол Нью-Йоркта ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шартқа және 2005 жылы Семейде орталық Азия ядросыз аймағы шартына қол қойды. Тоқаев тәуелсіз мемлекеттер достастығының және Шанхай ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері кеңесінің төрағасы болып сайланған және Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 10-шы сессиясына қатысқан. Қасым-Жомарт Тоқаев, Сергей Лавров пен Джон Керри 13 қыркүйек 2013 жылдары кездескен. 2007 жылғы қаңтарда Тоқаев Қазақстан парламенті сенатының төрағасы болып сайланды. 2008 жылы сенат төрағасы ретінде парламенттің ассамблеясының вице-президенті болып сайланды. Ол бұл қызметте 15 сәуір 2011 жылға дейін болды. 2011 жылғы наурызда Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары, Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры, сондай-ақ қарусыздану жөніндегі конференцияда Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының жеке өкілі болып тағайындалды. Сонымен қатар ол қарусыздану жөніндегі конференцияның бас хатшысы лауазымын атқарды. Тоқаевтың саясаттану ғылымдарының докторантурасы бар. Ол 9 кітаптың және халықаралық қатынастар туралы біршама мақаланың авторы. Ресейлік биографиялық институт оған 2018 жылғы жыл адамы атағын берді. 2013 жылғы 16 қазанда ол Қазақстан Сенатының төрағасы болып қайта сайланды. Тоқаевтың кандидатурасына сенаторлар бір ауыздан дауыс берді.
2016 жылғы жер мәселесі жайлы наразылық шаралары кезінде Тоқаев елдегі жер мәселесін шешу сын көзімен қарау керек деді. 2019 жылғы 19 наурызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өкілеттілігін өз еркімен тоқтататынын мәлімдеді. Конституция бойынша бұл жағдайда президент міндетін Сенат төрағасы атқарады. 20 наурызда Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан президенті міндетін атқарушысы ретінде ант қабылдады. Инаугурацияның аяқталғаннан кейін Астана қаласының атауын Назарбаевтың құрметіне Нұрсұлтан болып өзгертуді ұсынды. Парламент сол күні қаланың жаңа атауын бекітті. 23 сәуір күні Нұр Отан партиясы Қасым-Жомарт Тоқаевты кезектен тыс президент сайлауына үміткер ретінде ұсынды. Президент сайлауы сол жылғы 9 маусымда өтті. Президент сайлауында жалпы дауыстың 70,96% жинады. 12 маусымда жаңа сайланған президент ретінде ант беріп, ресми түрде қызметке кіріседі. Инаугурация Нұрсұлтанның Тәуелсіздік сарайында өтті. 2021 жылғы сәуірден бастап Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы, ал 2022 жылғы қаңтардан бастап Қазақстан Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болды. Осы уақытта Нұр Отан партиясының төрағасы ретінде сайланып, сәуір айында партиядан шығатынын мәлімдеді. Алғашқы кезеңде бірнеше әлеуметтік экономикалық реформалар жасалды. Соның қатарында мұғалімдердің еңбек ақысын көтеру, әлеуметтік жағынан осал отбасыларының несиелерін кешіру, өлім жазасына тыйым салу, жергілікті өзін-өзі басқаруды күшейту, саяси партиялар мен сайлау туралы заңдарға өзгерістер енгізілді. 2022 жылғы қаңтарда Қазақстанда жаппай қарсылық митингтері өтті. Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында жергілікті халық газдың 2 есе өсуіне наразылық білдірді. Кейін митингті қолдау Қазақстанның басқа қалаларына да басталды. Асқар Мамин басқарған үкімет отставкаға жіберілді. Жаңа үкіметтің премьер-министрі ретінде Әлихан Смайылов тағайындалды. Қаңтар оқиғасынан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа өзгерістер мен трансформация туралы хабарлады. Наурыз айында Қазақстан халқына жасаған жолдауында елдің саяси жүйесін модернизациялау мақсатында Конституцияға өзгерістер енгізуді ұсынды. Сәуір айында Конституцияға өзгерістер енгізу туралы жалпы халықтық референдум өткізуді ұсынды. Референдумға қатысқан азаматтардың 77,18% өзгерістерді қолдады. 8 маусым күні аталған өзгерістер өз күшіне енді. Бұл өзгерістер супер президенттік басқару жүйесін мықты парламенті бар президенттік жүйеге өзгеруге ықпал етуі тиіс. 2022 жылғы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауында алғашқы 5 жылдық президенттік мерзімінің 2024 жылы аяқталатынына қарамастан кезектен тыс президент сайлауын өткізу ұсынды. Сонымен қатар сайлаудан кейін президент өкілеттілік мерзімін 5 жылдан 7 жылға ұзарту туралы және бір ғана мерзімге сайлану туралы ұсыныс енгізетінін хабарлады. 2 қыркүйек күні жаңа Қазақстан деп аталатын депутаттық топ Конституцияда президент өкілеттілігін сайлауға дейін өзгертіп, бір ғана мерзіммен шектеу туралы ұсыныс жасады. 13 қыркүйек күні Конституциялық кеңес ұсынылған өзгерістерді бекітті. 16 қыркүйек күні Қазақстан парламенті Конституцияға өзгерістерді енгізу туралы заң қабылдады. 2022 жылғы 21 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президент сайлауын 2022 жылғы 22 қараша күні өткізу туралы жарлыққа қол қойды. 6 қазанда Қасым-Жомарт Тоқаев халықтық коалиция құрамында Аманат, Ақ жол және Қазақстан халық партиясы кіретін атынан президенттік сайлауға үміткер ретінде ұсынылды. 20 қараша өткен президент сайлауында 81,31% дауыс жинады. 26 қараша күні жаңа сайланған президент ретінде қызметке кірісті.
2019 жылғы маусымда болған Арыс трагедиясы деп аталып кеткен Арыс қаласындағы жарылыс сериясынан кейін Тоқаев қылмыстық іс қозғап, ішкі істер және қорғаныс министрлігіне ықтимал жарылыстардың алдын алу тапсырды да, кінәлілер жауапқа тартылады деп уәде берді. 25 маусымда ол қаланың эвакуациялық пунктіне барып, жергілікті халықпен кездесті. Тоқаев өзінің президент ретіндегі халыққа арналған тұңғыш жолдауын 2019 жылғы 2 қыркүйекте берген. Жолдауында ол қоғамның және қауіпсіздіктің дамуына, жергілікті бизнестерді қолдауға және елдегі экономикалық дамудың орнауына біраз назар аударды. 2019 жыл қазанда қорғаныс, ішкі істер және сыртқы істер министрлерін қоспағанда министрлікте әлеуетті үміткерлердің барлығы тағайындалмас бұрын Назарбаевтың мақұлдауын алу қажет екені белгілі болды. Сол жылғы Бек-эйр ұшақ апатынан кейін Тоқаев 2019 жылғы 28 желтоқсанды ұлттық аза тұту күні қылып жариялап, кінәлілердің барлығы заң бойынша жазаланады деп уәде берді. 2020 жылғы 2 мамырда Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева Тоқаев жарлығымен Сенаттан және Сенат төрағасы лауазымынан босатылған еді. Осы шешімнің себебі жайлы біраз теория пайда болған. Біреулер оны Тоқаев саяси ықпалының көбеюімен байланыстырса, басқалар ол биліктегі элита арасындағы қақтығыстан шыққан дейді. 1 қыркүйекте берген халыққа жолдауында Тоқаев жоспарланған 7 реформа жайлы сөйледі. Оған қоса ол Қазақстанның әлеуметтік жүйесін оңтайландыру, өнімділікті арттыру және жасыл экономиканы құру, бизнес жағдайын теңестіру, білімге көбірек инвестиция салу және басқаруды қадағалау туралы айтты. 2020 жылғы күзде Тоқаев 2021 жылға парламент сайлауы өтетін күнді бекітті. Президент сөзінше орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура сайлаудың заңдылығын, ашықтығын және әділдігін сақтау үшін тұрақты бақылау жүргізіп отырады. Сайлау күні Тоқаев үкіметтің заңға сәйкес қызметінен босатылатын және премьер-министр мен кабинет мүшелерін тағайындау мәселесінде жаңадан сайланған депутаттармен және партия жетекшілерімен кеңесетінін айтты. Сайлау нәтижесінде биліктегі Нұр Отан партиясы қайта көпшілік партиясы болды да, Асқар Мамин премьер-министр болып қайта сайланды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сарапшылары сайлау еш бәсекесіз өтті және саяси партияның барлығы да биліктегі партияның жобаларын қолдай береді. Сайлаушылардың таңдайтын еш саяси альтернативасы жоқ деген. 2021 жылғы 28 сәуірде Назарбаев Қазақстан Халық Ассамблеясының төрағасы қызметінен кетті. Оның ізбасары президент Тоқаев болды. Оның төрағалыққа үміткерлігін мүшелерінің көпшілігі қолдады. Тоқаев Назарбаевты тарихи еңбегі үшін ассамблеяның құрметті төрағасы қылды. 2021 жылғы 23 қарашада Назарбаевтың баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Назарбаевтың Нұр Отан жетекшісі лауазымының Тоқаевқа беретінін жариялады. 2022 жылғы қаңтарда орын алған ірі наразылық шараларынан кейін Тоқаев Асқар Мамин мен оның үкіметін қызметінен босатты. Бастапқыда наразылық акцияларының жұртшылығы тыныштандыруға тырысып, Тоқаев жаңа реформаларды жариялауды жоспарлаған және сұйытылған табиғи газ, дизель отыны және бензин, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар өзге де тауарлар бағаларын бақылауды енгізген еді. Алайда наразылық шараларының жалғаса бергенінен Тоқаев армияға наразылық білдірушілерге қарсы күш қолдануды және ескертусіз оқ атуды бұйырды. 11 қаңтарда Тоқаев Әлихан Смайыловты премьер-министр қылып тағайындады. 2022 жылғы 16 наурызда Тоқаев конституциялық реформалардың бекітілуін және президент өкілеттіктерінің азаюын ұсынды. Оның сөзінше елдің суперпрезиденттік республика жүйесінен күші бар парламентті президенттік республикаға көшкені жөн. 26 сәуірде ол Аманат партиясынан шықты. 5 маусымда өткен референдум нәтижесінде президентке
президенттігі кезінде партия құрамында болуына тыйым салынды. Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылғы 20 қарашада өткен кезектен тыс президент сайлауында жалпы дауыстың 81,31% жинап жеңіске жетті. 2022 жылғы 26 қарашада оның екінші ұлықтау рәсімі өтті. 2022 жылғы мамырда Тоқаев Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы, Қазақстан Республикасының конституциялық заңына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы, саяси партиялар туралы, Қазақстан Республикасының заңына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы заңдарына қол қойды. Ол өзінің халыққа жолдауында заманауи мемлекет құру үшін Қазақстан көп партиялы жүйе құру керек деп, биліктегі Нұр Отан партиясы басқа партиялармен көбірек ынтымақтасуы керектігін айтты. Халық үніне құлақ асатын мемлекет идеясы. Тоқаев мемлекеттік саясатының маңызды элементтерінің бірі. Халық үніне құлақ асатын мемлекет идеясын кейде естуші мемлекет, не тыңдаушы мемлекет ұсыну болды. Онда мемлекеттік басқару мемлекет үшін азамат емес, азамат үшін мемлекет деген қағиданы ұстанатын болады. Тоқаев азаматтық қоғамды тыңдайтын мемлекет концепциясын ілгерілететін саяси реформалар жүргізуді жақтады. Сондай-ақ Тоқаев 2021 жылы ауылдық округтер, кенттер мен ауылдар әкімдерін тікелей сайлауды өткізуді ұсынды және ол жайлы заң жобасына 2020 жылы қол қойды. 21 жылғы парламент сайлауы нәтижесінде тіркелген 5 партияның 3-еуі ғана мәжілістегі мандатқа қол жеткізді. 7 парламенттің ашылу рәсімінде Тоқаев пайыздық тосқауылдың 7 немесе 5%-ға түсірілгенін және бәріне қарсымын тыңдауының бюллетенге қайта қойылғанын ұсынды. Парламент Тоқаев ұсынған бұл конституциялық реформаларды қабылдады да, ол 21 жылғы 25 мамырда күшке енді. Ұлттық құрылтайдың құрылуы. 22 жылғы 14 маусымда Тоқаев ұлттық құрылтайды құру туралы заңға қолын қойды. Бұл орган ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің ізбасары болды. 2019 жылғы Қазақстанда Тоқаев Қазақстанның азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 2-ші факультативтік хаттамасына қол қоятынын айтты. Оның бұл сөзі ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің адам құқығы мен туралы талқысынан кейін айтылған еді. Осы жерден Тоқаев сыртқы істер министрлігіне елдегі өлім жазасын жою шараларын белгілейтін 2-ші факультативтік хаттамаға қосылу процесін бастау міндетін қойды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымындағы өкілі Қайрат Омаров хаттамаға қол қойды. 2021 жылғы 2 қаңтарда Тоқаев өлім жазасын жойған заңнамаға қолын қойды.